Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін құрамы қарапайым ингредиенттен тұратын әрі ең дәмді қызылша салатымен бөлісетін боламын. Ең алдымен піскен қызылшамызды теркадан өткізіп аламыз. Жұмыртқамызды слоеный қылып турап аламыз. Картоптарымызды да ұзынша қылып турап, қызып тұрған майымызды қуырып аламыз. Майымызды қатты қыздырып алып, астын қатты отқа қойып, қуырып алсаңыздар, картоптарыңыз бір-біріне жабысып қалмайды. Салаттарымызды біріктіріп, үстіне жарты банка жүгерімді, Дәміне қарай тұзымды және майонез қосып араластырамыз. Біздің қарапайым және оңай дайындалатын салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.